Кәдімгі шаққан жерін удай аштып, ойбайлата жөнелетін сары араның ұясы көптеген кеселге шипа екен. Қол-аяқ жасыданғанда сары ара ұясының үлкендеуінен бір данасы, оған қосымша кішілеуінен 3-4 данасын алып, жалқы өскен сарымсақпен қосып жаншып, ауырған жерге таңу керек. Араның ұясы тері қышымасына да пайдалы. Ол үшін ара ұясын өңделген спиртке 7 күн шылап, 8-ші күннен бастап қышымаға бірнеше рет жағады. Әйелдерде омырау безі сіңгенде ара ұясын отқа өртеп, сол гүлдің 6 грамын суға бұқтырып, онымен ауызды шаяды. Спиртке бірнеше рет шылап алса, ара ұясы өңделген болып саналады. Ыстық суықтан тіс қақсағанда соны суға бұқтырып, сол сумен ауызды шаюға болады. Қажетті мөлшерде алып, қақсаған тіске басады. Іш ауруы, дизентерия кезінде ара ұясын кептіріп, ұнтақтаған соң, күніне 0,3 грамнан 2-3 рет ішеді. Баланың кіндігі сыртқа шығып кеткенде, ара ұясын өртеп, күлін кіндікке тағады. Бұл рецепттер сый ғасырдағы ғалым шипагер, қазақ халық медицинасының негізін қалаған Өтебойдақ Тілеуқабылұлының жазбаларынан алынған. Ғалым онда араның ұясын күзде немесе қыста жинау керек депті. Сосын оны азырақ болағаннан кейін өлген араларды алып тастап кептіріп қою керек. Құрамында балауыз, ағаш майы тектес зат және ұшпа май бар. Бұл ұяны құрғақ жерде сақтаса, қай кезде де қолдана беруге болады екен.